Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын, салмасына алма қосылған пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Қамыры күшті болып көтеріліп шығады, жұмсақ болып. Бұл рецепт сізге ұнайтыны сөзсіз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Құрғақ ашытқы саламыз. Қант қосамыз. Тұз саламыз. Барлығын араластырамыз. Бір жұмыртқа қосамыз. Ерітілген сары майымызды қосамыз. Тағы да араластырамыз. Електен өткізген ұнымызды аз-аздан сала отырып араластырамыз. Ұнымыздың барлығын бірден салып жүрмейміз, бөліп салатын боламыз. Мінекей осындай қолға жалыспайтын жұмсақ қамыр елеп аламыз. Енді қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше пирогымыздың салмасын дайындайтын боламыз. Ыдысымызға ұсақтап, көбіктап туралған алмамызды саламыз. Қант қосамыз. Су құямыз. Дәміне қарай корица қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Енді алмамызды баяу отта шамамен 10 минуттай бұқтырып алатын боламыз. Жүгері крахмалын қосамыз. Араластырамыз. Тағы да 2-3 минуттай бұқтырамыз. Мінекей 1 сағаттай уақыт өтті, қамырымыз күшті болып көтеріліп шықты. Қамырымызды 1/9 бөлікке бөліп аламыз. Осылай қамырымызды дөңгелетіп алғаннан кейін бетін жауып 5-10 минутқа тағы да көтерілуге қойып қоямыз. Енді қамырымызды жайып, видеода көрсетілгендей ортасына дейін кесіп, ішіне салмасын салып, дөңгелетіп жинақтап аламыз. Қамырымыз көтерілген кезде салмасы шығып кетпес үшін жан-жақтарын жақсылап бекітіп жіберіңіздер. Мінекей мен осындай пирогқа арналған табамда пісіретін боламын. Пирогымыз жабыспас үшін астына сары май жағып шықтым. Қамырымыздың қалған бөліктерінде дәл солай жинақтап алатын боламыз. Тек қамырымыздың бір бөлігін ішіне салмасын салмай, осылай дөңгелетіп ортасына қоятын боламыз.
пирогымыздың бетіне жұмыртқа жағып шығамыз. Пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 30-40 минуттай пісіретін боламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды, өте дәмді болып шықты. Қамыры барлығы жұмсақ болып, үлпілдек болып. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.